Hi guys! Қазіргі таңда TikTok десе еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін біледі. Бұл біреулер үшін жай қызығушылық болса, ал кейбіреулер мұны табыс көзіне айналдырып отыр. Танымал болып, желі жұлдызына айналу тек видео түсірумен шектелмейді. Ең алдымен ниет, керемет, көңіл-күй және сапалы смартфон қажет. Енді әр жұма сайын сіздермен бірге TikTok-тың трендтері мен жаңалықтарын бірге талқылаймыз. Бүгін жұмыс аптасының соңғы күні. Жекеңіз сыр беріп, демалыс таңсап отырсыз ба? Ал мына балақай қатты шаршаған сияқты. Айқайлама. Айқайлама деймін. Енді тыңдай ғой балақай. Егер қатты шаршаса, мынаған сияқты көлеңке тауып жата тұруға болады. Алғашқы қоңырау ашады білім күнін. Қауесетке сенсек, бұл бала құр жатқан жоқ. Президенттің жолдауын көріп жатыр. Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. Дәл осы жаңалықты естіген жанасыл орнынан атып тұрды. Оқу жылының алғашқы күнінде желі жұлдызына айналған осы бала болды. Айтпақшы, байқадыңыздар ма? Биыл алып шаһарға арман қуып келген студенттердің де қарасы көп сияқты. Бұған құжынаған адам, лық толы автобус, көшедегі кептелістер, мынадай видеолар дәлел. Ал балмұздақтар, сіздердің жағдайларыңыз қалай болып жатыр? Үйлеріңізді, ауылдарыңызды сағындыңыздар ма? Сағынып кеттім мама сіздерді. Енді мұндайды қойыңыздар, оқуға зейін салыңыздар. Ең бастысы кітапты көп оқыңыздар. Әйтпесе Бекболат аға сіздермен қайтып әңгімелеседі? Қане слайд соққан жоқсың? Жоқ. Ой ғой сен ұят болады. Нені оқыдың ба? Екінші жақ окно вертоны оқыдың? Жоқ. Ой сен мен қалай әңгімелесемін? Осы аптада менің назарыма іліккен видеолар топтамасы осындай. Әрине TikTok-тың трендіне ілескен жақсы. Дегенмен